Сәлем, бұл сабақта who is who деген тақырып бойынша танысу туралы өтеміз. Introducing yourself, өзіңді таныстыру дейді. Can you remember? Алдыңғы сабақтар бойынша мынаны есіңізде ме? Қазір мен сұрақ қойғам. Сұрақ қойған кезде сіз паузаға басып жауап беріңіз. Does anybody in the class have a very long name? In your work, немесе жұмыс істейтін болсаңыз. Have a very long name. Пауза басып жауап беріңіз. Келесі, does anybody in the class or work have a very short name? Does anybody in the class have or work have an unusual name? Does anybody in the class or work have the same name as a famous person from your country? For example, Khairat. Next. Does anybody in the class or work have a very traditional name? Жақсы. Келесі таныстыру бойынша. Can you find two things you have in common? Так, адамдарға қарайық. Бұл жерде не дейді? Суретке қарап, осындай жанұяңыз бар ма? Строительсіз ба? Көп оқисыз ба? Сондай өзіңізбен бірге сәйкес келетінін айтсаңыз болады. Мысалға, we live in the city center and we do yoga. Мысал үшін, I live near the beach and I go surfing деген сияқты айтсаңыз болады. Пауза басып, өзіңіз бір сөйлем келтіріңіз. Жақсы. Енді мынаны толтырып көрейік. Сіз паузаға басып өзін толтырып көріңіз, кейін бірге істейміз. Жақсы. Енді істеп көрейік. Home and family. Where are you from болады. Дұрыс таптыңыз. Where do you work болады. Немесе where do you live? Қайда тұрасың десе де болады. Do you have any brothers and sisters? Енді jobs and studies. Жұмыстар туралы алдыңғы сабақта болған, осыған ұқсас паузаға басып орындап жіберіңіз тағы бір рет. Енді тексереміз. What do you do? Сен немен айналысасың? I work, I study деп жауап берсе болады. Енді where do you work? Қайда оқисың? Жұмыс істейсің. Do you like your job? Жұмысың ұнайды ма? Do you speak any foreign languages? Which? Қайсысын мысал үшін? Келесі, what school or university do you go to? What year are you in? Болады, Ары қарап тіл сұрайды. Жақсы, дұрыс істедіңіз деп ойлаймын. Келесі, free time. Мына суретке қарап, және мына сөйлемді толықтырыңыз. Паузаға басып тапсырманы орындаңыз. Тапсырмаларды міндетті түрде дәптерге орындаңыз. Жақсы, енді тексереміз. What kind of music do you listen to? Do you play a musical instrument? Which? Do you watch TV? What programs? Do you do any sport or exercise? What? What books or magazines do you read? Жақсы. Төртіншісі, the future. Мына жерге паузаны басып тапсырманы орындап жіберіңіз. Where are you going to do after the class? болады. What are you going to do this weekend? болады. Бесінші, the past. Тапсырманы паузаға басып орындаймыз. Енді тексереміз. Where have you born? Where did you learn English before? What did you do last summer? Кешіресіздер, мына жерде қате кетті ау деймін. Where was you born? Себебі сөйлем құрастырғанда I was born in Kazakhstan деп айтамыз мысал үшін. Сол үшін сұрақта where was you born? Пассивта қолданылады, пассив. Себебі өзіңіз істеген жоқсыз, сіз туылдыңыз, сізді туды. Енді біз сөйлесейік. Мен қазір мына жерден кез келген құрастырған сұрақтардан сұрайым. Сіз әр сұрақ қойған сайын пауза басып жауап беріңіз. Кейін қайтадан play бассаңыз, келесі сұрақ оқылады, сонымен пауза басып жауап беріңіз, жарайды ма? Біз екеуміз сөйлесеміз. Where are you from? Пауза басып жауап беріңіз. Do you have any brothers and sisters? What do you do?
Do you like your job or studies? What kind of music do you listen to? Do you do any sport or exercise? What are you going to do in the week this weekend? Where were you born? Where were you born? және мен where I was born дегенде мен прямой айтып жіберіппін. Where were you born болады. Себебі was деген тек қана айға, одан кейін he, she, itқа қолданылады. Ал қалған барлығына where болады. Автоматически сөйлеген кезде міне дұрыс кетіп жатыр. Ал былай заданияны істесең, сәл тоқтап қаласың. Себебі былай сөйлеп үйренгенмін, мен кітап оқып үйренгенмін да. Осындай жаттығудан адам болған кейін қателіктер кетеді. Where were you born болу керек. Where were you born? Сіз жауапта I was born деп айтасыз. Келесі. Where did you learn English before? Жақсы. Осы жақсы практис болды деп ойлаймын спикингге. Енді сұрақ қойған кезде сөздердің орнын дұрыс құрастыру керек. Мысал үшін from are you where деген сұрақ болмайды. Where are you from болу керек. Сол сияқты қалғандарын сіз өзіңіз пауза қойып дәптерге орындаңыз. Дәптеріңіз жоқ болса, дәптер арнаңыздағыны дәптерге орындаймыз. Енді тексереміз. Do you watch TV? What kind of music do you listen to? Where did you study English before? What are you going to do this weekend? Жақсы. Сұрақтарда сөздердің орны, иә? Мен жылдам оқып шығайын, сіз көріп, солай жаттығасыз. Do you live with your parents? Does Jenny like Chinese food? Where do you live? What food does Jenny like? Бірінші сұрақ, сұраулы сөз қолданса бірінші сұрақ кетеді. Келесі зат кетеді. Одан кейін барып көмекші етістік, кейін жаңағы subject кетеді, бастауыш, кейін етістік кетеді, кейін сөйлем қалғаны кетеді. Және де бұлай кетеді. Сұрақ кетеді, көмекші етістік, бастауыш, етістік. Кейін етістік деген like, leave деген сияқты. Бастауыш деген you, Jenny, I, he. Так, auxiliary дегеніміз көмекші етістік, ол do, does, иә. Сұраулы сөз жоқ болса, көмекші етістік кетеді, кейін бастауыш, кейін етістік, кейін қалған сөздер кетеді. Көрдіңіз бе? Міне. Келесі. In the present simple, use the auxiliary verb do, does. Present simple'да көмекші етістік do, does'ды қолданыңыз дейді. To make questions. Сұрақ істегіңіз келсе. Енді in the past, use the auxiliary verb did to make questions. Ал past simple'да сұрақ қойғыңыз келсе, do, does емес, did'ті өткен шағын қолданамыз, иә. Did you have your lunch? Мысалға, иә, түскі асыңды ішіп қойдың ба? Өтіп кеткен шақ. Енді in these questions, the subject goes after the auxiliary verb. Бұндай сұрақтарда бастауыш көмекші етістіктен кейін кетеді деді. Мені бастауыштарды көрдіңіз ба? Көмекші етістіктен кейін кетіп отыр. Енді remember auxiliary subject infinitive. Мынау жолдарын естіңізде сақтап алыңыз дейді. Question word auxiliary subject infinitive. To help you with the word order in present or past simple questions. Present simple мен past simple да осылай болады. Көбінесе негізі дәл осылай болады. Енді questions with be дейді. Be дегеніміз am is are. Am is are мен келетін сұрақтар дейді. Present continuous and going to. Және present continuous'да да am is'ді қолданамыз. Going to деген кезде де am are. I am going to деген сияқты, иә. Am is are-ны қолданамыз. Бұны біз be деп атаймыз. Verb be. Дәл солай question word, көмекші етістік be, subject, одан кейін adjective, иә. Сол үшін is Anna a student? What are they doing? Where is he going to live? Көрдіңіз ба? In questions with be, make questions by inverting the verb and the subject дейді.
Be-мен жасаған кезде сұрақ жасайтын болсаңыз, былай екеуін орнына ауыстырасыз. Мысалға, Anna is a student қой. Is'ді алдына қоя саламыз, болды. Is Anna a student болып сұрақ болып шыға келеді. Көрдіңіз ба? Енді тапсырма орындап жіберейік. Паузаға қойып, мына екі тапсырманы орындайсыз. Мына жерде жақшаның ішіндегі сөзді дұрыс орнына қоясыз. Ал мысал үшін how old are you болу керек. Мына жерде put the words in the right order to make questions дейді. Мына сөздерді дұрыс орнына қойып сұрақ құрастырасыз. Мысал үшін where do you live? Жарайды ма? Паузаға қойып орындаңыз. Енді мен жауабын айтамын. Паузаға қойып екеуін де жазбаша дәптерге орындадыңыз ғой, жауабын айтайын деп тұрмын. Are you going to go out this evening? Where does your sister work? What music are you listening to? Does the class finish at 8? Why didn't you write to me? Do you often go to the cinema? What does this word mean? What time did your friends arrive? Kelesi, do you have a car? Is your brother older than you? How often does he write to you? Kelesi, what time does this class start? Keyin, where did you go last summer? Kelesi, how many languages do you speak? Kelesi, are you going to see her this evening? Kelesi, who are you waiting for? Жақсы, тамаша, осымен сабақ аяқталды. Рахмет.